Алған әйелің ақылды болса, жаман да болсаң, қанға теңейді. Ақылы төмен әйел алсаң, хан да болсаң, құлға теңейді. Қымбатты ханымдар, әйелдің тілі түзелмей, тірлігі түзелмейді деген тәрбиелеп отырған ұлыңыз құл емес, қанзада, әлдилеп отырған қызыңыз күң емес, қаншайым болсын десеңіздер, ерлеріңізді, отағаларыңызды қандай көріңіздер. Тұзсыз ет те шірейді, жылусыз жігіт те жінжейді. Ысырапшыл әйелге патша дәулеті де бұйым емес, ерін сүйген әйелге қорада тұруда қиын емес. Әр әйелде болады мыңсан қылық, ішінде ең жаманы ызбайлылық. Ісі оңалмай жүрген байыңызда бір жылы сөзіңіз жібереді. Адам қылып, сен менің арқамда адам болдың дейтін әйел, еркекті ез қып бітіреді, ада қылып. Еркектің әйелге көрсеткен қақары жұмақтай көрінеді. Әйелдің еркекке төккен зақары тозақтай көрінеді. Қымбатты ханымдар, менің сіздерге тілерім жақсы әйел атанып, ерлеріңіздің жағасына қартыңыздар, шашына қартпай. Жоғынан бар жасаңыздар, тапқанын сұрап, басын қатыртпай. Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті заманда внимание де керек екен еркек адамға. Еркектер, біз ерміз, ерлейміз, ешкімге сес көрсетпейміз.